Нүкеже талқада бірінші полицат кіріп алады бұйырса. Ассалаумағалейкум тұрғандар. Ал сіздер күштік кәрі үнче ұшағына салған айтамыз. Қойбүшін зонадамыз. Машиналардың барлығы даяр бұйырса бірінші полицат кіріп жатады. Бұл жерде К5 келді. Сатадағы кеше келген болшы. Даярдалып барлығы. Осындай QM6. Бүгінгі числоны өшіп қойын 27 июнь саат 5 болып қалды бұйырса. Біріншіден болып полицат аукционнан алынған машинамыз бұйырса қардарына жөнелтеді. Экспресс контейнер келді. Келгенде бір 20 минут болып қалды. Için алдар тас даярлап артығын сап ұшыл өмірде контейнер келді. Бүгінгі ең ақыр контейнер болды. Кеше дағы погрузка болған болшы. Бүгін да бір контейнер, ертең бұйырса бір машинамыз келдік. Бір машинамыз келсе, сразу шон жүктеп жібереміз. Ал жерде чоңырақ Старекс бар, кішкене неудобный болдат. Состав түзгенге анткени контейнер ішінде әрбірін ровно есептеш керек. Мысалы, карнивал кірсе, аннасына кроссовер кіріш керек, аннан кейін екісідан деген ушундай өзінің расстояниялардағы болады. Мұншалық қалыш керек, мұншалық қалыш керек деген ошолорду есептеп бардығын изилдеп атабыз. Ертеңгіге бұйырса, бізде бір контейнер дағы болады. Нүркеже талқада жазып қойдық. Таксиде жүрген Kia K5 үлгісіндегі машина. Оранжевый түсті. Қазір көп болып кетті бұндайлар. Көресіңіздер бе? Тесlan жолдарында 2019 жыл. Электропакет полный. Кожаның ахуалы өте соңын. Дөңгелектердің арқасынан мінекей. Соны болып салып қойды балдар. Бұл жері жабылған бойдан кетеді. Ключі ішінде. Бұл жерде дағы бір өзінің смарт ключі бар. Мультируль. Коробка передач, подогревтермен. Состояниесі жақсы екен ушул машина. Үстінде жамап қойған. Қазір мен барып таксini жасап қойыш жерлері бар. А так в целом машина өте жақсы. Сыртындағы наклейканың бардығы сыйрылады. Бұл жерде дағы бір таксиде қызмат болған. Uber таксиде қызмат болған. Сата New Rise. Кеше талқа деп жазып қойдық. Үшін жазылып тұрған машиналарды неге жазып қойырасыңдар деп сұрашады. Нүркеже талқа деп мысалы лобойны жазып қойдырған болса, Қырғызстанға барғанда New Rise-тер, К5-тер көп та. Ошол жерден танылған удобный болот, сыртынан қарап тұрған, бұл біздің машина екен деп қардарлар өзінің машинасын іздегенге удобный болот мысалы. Ошон үчүн жазып қойдық, үстіне жұмшақтан қойдық, балдар қатты тартып, әрбірін екі қат қылып, өзір көргенде жана ошондой үстіне дағы бір слой қалғаннан қойды. Сата New Rise 2018 жыл, қара кожаный салон. Кожаның ахуалы жақсы, арқасында дөңгелектері тұрды. Так, это мультимедиа зонасы, мультируль. Бардығы кешін қатырылды. Дөңгелектері, астыңғы дөңгелектері ғана шешілді. Шуайша қалды. Бұл жағында көрсетіп қойын. Шешілген жоқ. Жаңа шындай елі ақырғы машинамыз бұл полицияның астына келе тұрған QM6. Необычный түсті. Бұл ақ тағы емес, молочный тағы емес, башқа жасы. Серік екі қат жәшілік бұл жерге де жазылды. Бақырып жазып қойдық лобойға. Ключевой доступ, хромированный ручкалармен. Машина 2020 жыл. Қара кожаный салон. Светлый потолок. Машинелі бұл жерде сеттерді өйткені өте сон. Мультируль, үлерейкен үстеші жақшы, автомат коробка. Арқасына бұл жерде мониторлар бар екен. Шындай салынған мониторлар, жоғылбасы шоғын видеорегистраторлар жоғылбой ұшыл бойынша кетеді. Бұл жерден жер өтканда фото-видео алауыз. Шылден көресіңіздер болады. Бұл жерде парковкада тұрғанда бұлар жоғылбайды негізі. Қырғызстанға барып мына жатқанда каким-то чудом эле жоголуп кетпесе, атак биякта турганда ар бир нерсеси ичинде полиголов, видеорегистратору эмнеси болсо ичинде баардыгы кетет. Мисалы, мурунку видеолордон да көрсөңүздөр керек, айтып өткөнбүз ушундай. Таксинин чашкалары болсо, ошо чашкасы менен келет, ошол жактан балдар инструменттер менен чыгарып алышат да ичине салып коюшат. Аны бияктан мусорго да ыргытышпайт эчтеке кылып. Өзүнүкү болду, ал эч ким жебейт. Аманат бойдон келет Кыргызстанга. Ошол бойдон эптеп эле жүктөп бериш эмес туугандар. Аманатка кыянат кылбай, жакшылап составты өзүбүз түзүп, сен айтып өткөндөй тыйнасына бул кириш керек, мынча сантиметр калат деп ар бирин эсептеп, изилдеп анан жүктөйбүз. Буга чейинки жүктөп көргөн опыттарыбызды колдонуп, ошол ар бирин жүктөп беребиз.
жана ошондой эле дөңгөлөктөр гана чечилет. Эч бир бамперлери, эч бир жери фарасы, астындагы экрандары эч бир жери чечилбейт туугандар. Как она есть ушу боюнча кетет. Баргандан кийин тагып отурбайсыздар, дөңгөлөктөрүн жакшылап бир катырасыздар да болушу менен айдап чыгып кете бересиздер. Ошондой эле погрузка маалында өзүбүз ушул жердебиз. Бул жерде дагы башка машиналарыбыз бар. Ар бирин карап, кайсы жерде турганын көрүп, сыртын чийилип кетпедиби деп карап турабыз. Погрузка болуп аткан учурда дагы өзүбүз карап турабыз. Видеолордон көрсөңүздөр керек, эч ким келип башка карап турбайт. Аягына чейин болобуз. Аягында бул жерде өзүнүн пломбасы болот. Контейнерди толук жабат. Толук жапкандан кийин мынакей ошол пломбасы болот. Ошол пломбаны басып, жана ошондой эле ушул чоң кран деп айтып койсок болот. Ошол чоң кран көтөрүп, үстүнө коюп алып кетмейинче ошол жерде карап турабыз. Баардыгын фото, видео отчетко алып. Амин Шоринг компаниясынын балдары дагы сүрөткө алышат. Анын общий группа бар, ошол жерге таштап турушат. Ошол жерден көрөбүз. Ошондой эле өзү дагы видео кылгандан кийин кыскача 3 мүнөттүк видеосун группабызга таштайбыз. Анткени баардык тартылып аткан 10 мүнөттүк видео болсо ошонун баарын жүктөй албайт экенбиз туугандар. Туура түшүнүңүздөр. Ошончо WhatsApp группага таштап, ал жерден ссылканы таштап коебуз. YouTubeга кирип толук нускасын көрө аласыздар. Ар бир погрузка болуп бүткөн сайын WhatsApp группага таштап, бизде WhatsApp группада эң жакындарыбыз, мурунтан бери көрүп аткан биздин катталуучулар дагы, мурунтан бери бизде машина алып заказ берип жүргөндөр дагы баардыгы ошол жерде. Биринчиден болуп новосттер ошол жерге чыгат, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Биздин WhatsApp группанын бул жерге номерлерди таштап кетем. Ошол номерлерге жазып, WhatsApp группага кантип кошулса болот, ошол жерден сурап алсаңыздар болот. WhatsApp группада биздин өзүбүздүн опытыбызга таянып бул жерден алып жүргөн машиналарды билебиз, канча бага алса болот, үстүндө пайдасы бар, канча калат экен, ошонун баардыгын карап машина алып коебуз. Ошолордун баардыгы биздин WhatsApp группада бар. WhatsApp группага кошулуп, ошол жерден үстүндө пайдасы бар машиналарды көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле өзүңөргө кызыктуу болгон, издеп жүргөн машинаңыздар бар болсо, ошондо алсаңыздар болот. Мисалы, ушундай Kia K5 же болбосо нетаксионный K5тер болсо, ошолорду канча бага алса болот экен, биз билебиз. Ошону аукциондон ойноп алып коебуз. Өзүдө в наличии болгон варианттар дагы бар. Же болбосо аукциондон ойноп кийинки жумада боло турган жол. Негизи аукцион понедельниктен пятницага чейин болот. Ошол убакта ойнолот. Бүгүн пятница, бүгүн акыркы күн аукциондуку. Машиналарды алдык, алардын сүрөттөрүн дагы таштап киргизебиз буюрса. Эгер кийинки жумага мисалы кызыктыра турган варианттар K5 керек болсо, K5 запрос жазасыздар. K5 керек болчу, ак түстө, үстүндө панорамасы болсун, ичинде монитор болсун, ушуну баарын описать этип жазып берсеңиздер, ошону мынча бага алсаңыз болот, мындай вариант бар экен деп баардыгын таштап бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле алып сатам десеңиздер, мынакей ушул вариант мисалы бир $9,000 чыккантат, Кыргызстанга мынчага колго тиет экен, ошону үстүнө $1,000 же болбосо $500 кошуп сатсаңыз болот деп ошонун баардыгын айтып беребиз. Үстүндө пайдасы бар бул машиналардын. Бизде принцип аукциондон алган машиналардын үстүндө пайдасы менен сатылат буюрса. Жана ошондой эле эптеп жүктөп жиберишмес, ар бирин аманатка кыянат кылбай, ар бирин жакшылап кылдаттык менен карап, өзүбүз дагы ушул жерде болуп, ар бир погрузка болгон сайын карап жиберип турабыз туугандар. Азыр буюрса экинчи машинабыз келген тат. Кыргызстанда отуруп, бизде саат 5 болду, Кыргызстанда саат 2 болду уже. Аукцион бүттү. Нурмбет ака, Талха акалар уже автосалонго барышты буюрса. Ошол жерден дагы реклама кылган машиналарыңыздар бар болсо алып келсеңиздер болот. Реклама кылып беребиз. Биз болсо азыр бул жерде погрузканы бүтөбүз. Машинаны обзор кылган кетебиз. Кыргызстанда иш жүрүп жатат, Бакыда иш жүрүп жатат. Ошко кеңсебизге келсеңиздер, ал жерде дагы иш жүрүп жатат буюрса. Бишкек, Ош, Инчон кызматты кылып жатабыз туугандар. Менен бирге болуңуздар. Азыр машинанын баардыгын киргизип бүткөндөн дагы бир видео тартып киргизебиз. 4 машинанын турган состав жүктөлдү. Палисад, андан кийин QM6, Kia K5, Santa Mirage. Ушул моделден келет. Жерде колбасы бар. 25 мүнөт дегенде бүтүштү. Амин Шоринг компаниясынын чектерине ыраазычылык, өтө тез кылдаттык менен жүктөп атат. Кудайга шүгүр, бир да машина тийбей баратат. Азыр баардыгын фото, видео отчетко алынып, андан кийин дагы бул жерден пломба коюлуп, пломба коюлгандан кийин сылга келатат буюрса. Азыр келип калса керек.
келіп қалдым деді, аз бұрылады, біраздан кейін тұрала келсе жауып тұрып, сразу көтеріліп тұрып портқа шығып кетеді. Ешбір задержка болмайды. Бүгін пятница, ертең документтері жасалса, понедельниктерден жолға шығады.